Жошы ұлысының ұрпағы Әбілқайырдың қазақ хандығының іргесін қалауда тікелей қатысы бар. Бұны дәйектейтін деректер қазақ хандығы тарихындағы Шибандар атты жаңа кітапта келтірілген. Елордада осындай атаумен жарық көрген ұжымдық монографияның тұсауы кесілді. Онда Жошының кіші ұлы Шибанның қазіргі Атырау жерінде туып, Тобыл өзенінің бойында хан болып көтерілгені және күні сығанақта жерленгені айтылады. Оның тікелей ұрпағы Әбілқайырдың Өзбек хандығының билеушісі деген пікірді де жоққа шығарады. 15-16 ғасырлар қамтылған топтық еңбекте осы текті тарихты түгендейтін көпшілікке беймәлім мәліметтер жинақталған. 3 жыл бойы Қазақстан және шетелдік ғалымдар бірлесіп жүргізген зерттеуге ғылыми айналымға енбеген мұрағаттық құжаттар, карталар қамтылған. Кітап қазақ және орыс тілдерінде басылды. Шибани Әбілқайырдың туып өскен жері Қазақстан, жатқан жері Қазақстан, тұрған жері Қазақстан. Содан біз өзбек ғалымдарымен мына кітап дайындаған кезде татар, орыс, өзбек, тәжік және осы мемлекет тарихи институтының бірнеше ғалымы қатысты. Содан біздің қорытындымыз айтып отқан Әбілқайыр Шибанның тікелей қазақ хандығын құруға тікелей қатысы бар. Тек Әбілқайырдың балалары кезінде көшпелі өзек деп атап кеткен, олар Мұхаммед пен Махмуд, ол мына кітапта барлығы бар. Олар Самарқандқа кетеді да, оларды Шибанның тұқымын баратта олар өзбек мемлекеті құра бастайды. Мемлекет басшысы жақында Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатта ел тарихында ерекше орны бар тұлғаларға құрмет көрсету дәстүрлі жалпы ұлттық бірегейлікті нығайта түсуге зор септігін тигізетінін айтты. Президент ел тамыры тереңде жатқанын әйгілейтін Жошы ұлысының 800 жылдығына орай кең ауқымды зерттеулер қолға алынғанын тілге тиек етті. Осы ретте биыл Қазақстан тарихының көп томдығы жарық көреді. Бұл игі іске 200-ден астам отандық, шетелден 60-қа жуық маман тартылған.